қазір мына жерде отырып мен анашым звондап қалса бүйтіп басшы береміз, айтыңыздаршы. Ал әкім звондап қалсыншы, не істейсіз? Мүмкін сол анаңның соңғы звоногы шығар. Ол одан кейін звондалмайды олар. Анашым деген звонок келмейді. Білесің бе? Сондықтан біз оларды, пайғамбарды жақсы көрген уақытта біз олардың қадірін көтереміз негізінде. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар өзін ойлап тұрған жоқ. Сен нәпсіңе беріліп кетіп, ана кісіге зиян жеткізіп қоймашы деген. Сондықтан айтады, сен иманың толық болсын қуаныш, сен ана екі кісіден үйдегі ата-анаңнан мені жақсы көрші деп отыр пайғамбар. Мақсаты не? Сізді уайымдап отыр. Қандай уайым? Ана екі кісіге, нәпсіге салып кетіп, сөз айтып қояма деп отыр. Құранда уәлә тағуллахума уф деген бір әріп. Арабтың тілінің бір ерекшелігі, бір уақин, қи деген сөз, сақта деген сөз ғой. Уақина ғазабанна. Бір әріп мағына беріп, сақта дейді. Егер ғалымдар айтады, бір әріптен тұратын, одан да аз нәрсе жарты әріптен тұратын сөз болғанда дейді, Алла Құранда келтіреді дейді. Сондықтан ең төменін келтірді, уф деген сөзді айтты дейді. Оның аржағы ештеңе жоқ, басқа сөз құрай алмайсың. Ең сөздің соңғысын айтқан ғой. Оның сыртында, ана сізде болмайды екенсіз, бір қыстың ортасында жол нашар, нағып қазір келейін деп жатсыз, ертең келсеңіз, сізге келді ол жаңағы бір әріптесіңіз тіріліп кете ме, бітті, қырқына келесің, жылына келесің деп айта саламыз да. Бопты анашым, қазір ретін табам, қазір келем, Құдай қаласа сізді апарып келем деп біз көніп тұруымыз керек қой. Соны айтып жатыр пайғамбарымыз. Соны істеп қоймаңдар, сол сөзді айтып қоймасыншы деп. Сондықтан не деп жатыр? Иманың толық болу үшін әлгі кісілерден мені артық көру керексің. Өкінішке орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің нәпсіміздің көлеңкесіне қалып кетіп жатыр. Бірінші алға нәпсіміз шығып кетіп жатыр. Керісінше бірінші кезекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұру керек. Пайғамбарым не деді? Пайғамбарым уф